Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Әсел. Бүгін сіздерге әлемдегі әйгілі синнабон тоқаштардың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тоқаштар ерекше, себебі мен бұның салмасын өзгерттім. Осы жолы синнабондарды жасап көрмеу мүмкін емес. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жылы сүтке ашытқының басын қосасыздар. Одан кейін біраз қант қосасыздар. Қант қосылғаннан жылдам ашитын болады. Біріктіріп, барлығын осылай араластырасыздар. Келесі, жұмыртқаға қантты қосасыздар. Одан кейін тұзды қосасыздар. Одан кейін оларды біріктіріп, араластырып, дайындап қоямыз. Ұнды обязательно илеп аласыздар. Иленген ұнның бойында кислород көп болады. Енді осы ұнға жаңағы жұмыртқа, қант, тұзды, майды қосып, сүтті қосып, қасықпен біраз илеп аласыздар. Нанымыз иленіп дайын болды. Ек қанған нан қолыңызға жабыспайды. Нан өте жұмсақ болады. Нанды 20 минут жылы жерге қоясыздар. Микроволновканы 2 минутқа қойсаңыздар, іші өте керемет жылы болып тұрады. Бетін осылай жауып қоясыздар. Мына біздің бірінші салмамыз, екінші салмамыз. Макты ең алғашында біз қуырамыз, себебі мактың бойындағы қышқыл дәмі кету керек. Қуырылған мак өте дәмді болады. Қуырылған макты қанттың үстіне саласыздар да, біріктіріп араластырасыздар. Сарымсақты кубиктап тураймыз. Келесі шөптерді тураймыз, ұсақтап. Чеснокты осы терка арқылы өткізіп аламыз. Сарымсақты біраз осылай қуырып аламыз. Ірімшікке туралған шөптерімізді саламыз. Қуырылып біткен сарымсақты қосамыз. Чеснокты да біріктіріп қосып жердік. Тұз, бұрышты қосамыз. Біріктіріп араластырамыз. Нанымыз көтеріліп дайын болды. Нанды тегешен түсіріп аламыз да, нанымызды 4 бөлікке бөлеміз. Нанды осылай жайып алғаннан кейін майды құйып, бетіне жағып шығамыз. Мак пен қантты осылай барлық жеріне сеуіп шығасыздар. Енді осы нанымызды рулет қып ораймыз. Рулет болып оралған нандарыңызды осылай кесіп аласыздар. Тоқаштарды осылайнан дізіп шығасыздар. Келесі нандарыңызды осылай үлкен қып жайып алып, келесі начинканы салып, рулет жасайсыздар. Дайын рулетімізді тағы да кесіп аламыз да табаға саламыз. Дайын болған тоқаштың бетіне бір жұмыртқаның сарысын, сарыға 1 чайны ложка суды қосасыздар да, нанның бетіне жағып шығасыздар. Нандарыңыз сонда өте әдемі жылтыр болады. Дайын нанды духовкада 20 минут ұстайсыздар. 20 минуттан кейін шығарып, 180 градуста конвекция режимінде пісірасыздар. Сонымен біздің әйгілі синнабондарымыз дайын болды. Синнабондар бізде 25 минуттың ішінде пісіп шығады. Себебі конвекция режимінде пішқан тоқаштың бойында өзінің ылғалдығы қалады. Ылғалдығы барынан өте жұмсақ болады. Видеода көріп отырғандарыңыздай, сіздердің де тоқаштарыңызды бірден осындай әдемі болып шығады.
Сол себепті барлықтарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Колокольчикті басамыз. Ас болсын.